Жамбыл ауданында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері арасында дәстүрлі футбол турнирі өтті. Турнирге 5 команда қатысып, алаңда өзара мықтыны анықтады. Жарысқа Тараз 24 ұжымыда қатысып, алтынға татыған қола жүлдені иеленді. Жастар ресурстық орталығы ұйымдастырған жарыс биыл заң және тәртіп қағидаты аясында өткізілді. Ойын тартысты өтіп, командалар жеңіске жету үшін бар күшін салды. Спортшылар соңғы минутқа дейін күресіп, шеберліктерін көрсетті. Жарыстың негізгі мақсаты журналистер мен жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттап, әріптестік байланысты нығайту. Жамбыл аудандық жастар ресурстық орталығын ұйымдастырумен осы халықаралық жастар күніне орай осы жастар бақ өкілдері арасында кіші футбол турнирін жалпы аудан жастарымен бірге келісіп ұйымдастыруды қолға алдық. Өңірімізде ақпарат саласында қызмет жасап жүрген бақ өкілдері келіп отыр. Барлық командаларға үлкен сәттіліктер тілейміз. Бірнеше сағатқа созылған бәсекенің қорытындысы бойынша Тараз Пресс командасы жеңімпаз атанды. Екінші орын Жуалы ауданының жастарына бұйырса, Тараз 24 ұжымы үшінші орыннан көрінді. Жалпы 5 команда қатысуда, шамамен жоқта болғанда 40 ойыншы келген. Шын мықтылардың арасынан кіл мықтылар жеңіске жеткен сайыс болды. Осы сайыстар алдағы уақытта да өз жалғасын таба берсін деген тілек білдіреміз. Жарыс соңында үздіктер марапатталды. Бірінші орынға ие командаға 50 мың теңге, екінші орынға 35 мың, үшінші орын алған ұжымға 25 мың теңге ақшалай сыйақы табысталды. Сондай-ақ арнайы медаль, сертификат және кубоктар берілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы мұндай спорттық сайыстар алдағы уақытта да жалғасын табады. Резат Аширбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.